Риксос Алматы Алматы қаласының дәл орталығында орналасқан 5 жұлдызды қонақ үй. Ол 2009 жылы ашылған және Қазақстандағы ең сәнді қонақ үйлердің бірі болып саналады. Ғимараттың биіктігі шамамен 10 қабат, жалпы ауданы 55.000 шаршы метрге жуық. Құрылыс темірбетон каркас негізінде салынып, фасады шыны мен табиғи тастан жасалған. Жобаны түркиялық және қазақстандық сәулетшілер бірігіп жасаған, ал мердігері Symbol Construction компаниясы. Ішкі безендірулерде мәрмәр, ағаш және шығыс нақыштағы өрнектер кең қолданылған. Қонақ үйде 237 бөлме, конференция залы және банкет залдары, үлкен спа орталығы мен фитнес аймақтары бар. Бүгінде Риксос Алматы қаланың архитектуралық келбетін айқындайтын және халықаралық деңгейде ірі шаралар өтетін басты нысандардың бірі. Және де оны жоғарғы қызмет көрсету деңгейі және ерекше архитектурасымен еліміздің туристік тартымдылығын арттырып отыр. Келесі бізде Есентай Молл. Алматы қаласындағы ең ірі және ең заманауи сауда және ойын-сауық орталықтарының бірі. Ол 2012 жылы ашылған және Есентай Тауэр конструкционалды кешенінің құрамына кіреді. Ғимараттың биіктігі шамамен 10 қабат, жалпы ауданы 100.000 шаршы метрден асады. Құрылысы темірбетон каркас негізінде салынып, сыртқы қабырғалары шыны мен металл панельдерден жасалған. Есентай Молл ішінде әлемге танымал брендтер, бутиктері, кинотеатр, мейрамханалар мен демалыс аймақтары бар. Келесі бізде Президенттік парк. Алматы қаласының ең көрнекті демалыс орындарының бірі. Ол 2011 жылы ашылып, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған парк қала орталығында, Достық даңғылының төменгі жағында. Тәуелсіздік монументі мен Республика сарайының жағалғасында орналасқан. Парк аумағы шамамен 73 гектарды қамтиды. Мұнда әдемі су бұрқақтар, серуен жолдары және желек пен гүлзарлар кеңінен орналасқан. Орталық бөлігінде алып арка түріндегі архитектуралық композиция орнатылған. Ол еліміздің бірлігі мен дамуын бейнелейді. Ал келесі бізде Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы. Еліміздегі сәулет құрылыс және дизайн саласындағы ең беделді жоғарғы оқу орындарының бірі. Академияның тарихы 1967 жылы негізі қаланған Алматы сәулет құрылыс институтынан бастау алады. Кеңес дәуірінде бұл оқу орны Қазақстан мен Орта Азиядағы ірі инженерлік және сәулеттілік кадрлар даярлайтын басты орталықтардың бірі болды. Ал 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған соң институт қайта құрылып, Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы деген атауға ие болды. Академия Алматы қаласының дәл орталығында, Абылай хан даңғылы бойында орналасқан. Негізгі ғимараты 1970 жылдары салынған модернизм стиліндегі сәулет үлгісі. Құрылысы темірбетон каркас жүйесінде, қасбеті әйнек және бетон панельдермен қапталған. Ғимараттың дизайнында тік сызықтар мен кең терезелер басым. Бұл сол кезеңнің функционалды архитектурасына тән ерекшелік. Казгасаның басты мақсаты Қазақстанның заманауи қалалар мен инфрақұрылым дамытуға үлесін қосатын кәсіби сәулетшілер мен құрылысшыларды дайындау. Мұнда сәулет құрылыс ісі, дизайн, инженерлік жүйелер, урбанистика, ландшафттық архитектура және басқа да бағыттар бойынша мамандар даярланады. Академияда қазіргі таңда бірнеше факультет пен ғылыми зерттеулер орталықтары жұмыс істейді. Студенттер оқу процесінде Revit, AutoCAD, 3D Max және басқа да заманауи жобалар бағдарламаларын меңгереді. Сондай-ақ оқу орнында шығармашылық шеберханалар, макет жасау студиялары және зертханалар бар.
бүгінде казгаса тек білім ордасы ғана емес, сонымен қатар қазақстандағы сәулет мәдениетінің орталығы